жол жабылып қалса не істейміз? Бір жұмыс жүрмей жатқан сияқты дейік мысалы. Жұмысың жүрмей жатыр, әртүрлі жағдайлар болып жатыр, адам бір нәрселерді іздейді, болмай жатыр сол нәрселері дегендей. Алла тағаланың есігін қаққылау керек, рахымының есігін. Сөйтіп не істейміз? Түнде намаз оқи бастады. Не істеп жатсың? Бір есігін қағып жатсың. Алла тағала тағы не бере аласың деп отыр. Ертең барасында садақа бересің біреуге. Тағы қай есігін қағасың? Ол таңдайды неше рет қағуыңды. Біз осы нәрсеге дейін көну керек бізді. Бүгіннен бастап Раббым үшін ашуланбаймын. Сізге керек қой. Керек нәрсеңді сұра. Саған бергенде саған басқаша бергісі келеді кейде. Олар түсінбейді ештеңені. Ал сен сол сұрауың арқылы сен өзіне қарай жақындатқысы келеді. Өйткені сенің қағып жатқаның ұнайды оған. Өйткені сен иманыңды іске асырып жатсың, реализовать етіп жатсың сен. Сен болмасаң, мұъмин болмасаң, мына жерде ешқандай қайыр жоқ, бітті. Вализалика халақакум, осы үшін жараттым ғой дейді сендерді. Сол есігін қағасың. Ол болмай жатыр ма? Астағфирулланы айт деп еді пайғамбарымыз. Астағфирулланы 100 рет айтасыз. Нәпіл ораза ұстап еді, ұстайшы. Қақ есігін, біз мұқтажбыз. Әнтумул фуқарау илаллах. Не бар ана сәуегеге барып, не бар оларға барып?